Қайырлы күн баршаларыңызға, қалдарыңыз қалай? Сіздермен бірге мен Гаухар. Бүгін мен сіздермен бірге капуста салатын әзірлейтін боламын. Кез келген тамақпен ұсынсаңыз, дәмі тіл үйіретін салаттардың бірі болып табылады және тәбетіңізді ашатыны сөзсіз. Осы салатты жасап көріңіздер. Ең алдымен сырлы тұсымызға 40 қабатымызды, яғни капустамызды дәл видеодағыдай қатты майда қылмай осылайша кесіп аласыздар, түрпішті қылып. Мен бұл салатқа капустаның жарты бөлігін ғана қолдандым. Кесіп болғаннан кейін міндетті түрде әрбір капустаның арасын ажыратуларыңыз керек, міне дәл видеодағыдай, себебі жаңағы дәмі тез сіну үшін. Осылай кесіп болғаннан кейін жарты шай қасықтай тұз сеуіп, мыжбай, қыспай, тек қана араластырып жарты сағатқа қойып қоясыздар. Жарты сағаттан соң мінекей осындай сөліп бөлініп шығады, оны ыдысқа құйып аласыздар. Одан кейін 3 дана сәбізіңізді өткіштен өткізіп аласыздар. Әрі қарай сарымсағымызды майдалап, төртпіштілеп турап аламыз. Қанша мөлшерден қосқанымның барлық нәрселерін мен описание бөліміне жазып кететін боламын. Сол жерден қарасаңыздар болады. Әрі қарай дәмдеуіштерін қолданамыз. Ол үшін 1 ас қасық паприка, 1 ас қасық кориандр, 1 ас қасық тұз, 2 ас қасық қант және қызып тұрған 50 мг сұйық майымызды құятын боламыз. Осының үстіне қатты қызып тұруы қажет. Одан кейін 1 ас қасық 70% уксусымызды құятын боламыз. Одан соң жақсылап тұрып араластыратын боласыздар. Мінекей, мен араластырып қойдым. Осы салат кемінде 6-7 сағат тұрса, дәмі өте керемет болады. Көп тұрған сайын дәмі соғырлым дәмдірек болады. Астарыңыз дәмді болсын, жасап көріңіздер. Менің қазақ тіліндегі YouTube каналымды қолдап, лайк басып, пікірлеріңізді қалдырыңыздар және каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар. Баршаларыңызға үлкен рахмет. Сіздермен бірге болған Гаухар қыздарыңыз.